Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен зады бүгін мясная сборная солянка көжесін дайындаймыз. Ең алдымен етті жуып тазалап кастрюляға саламыз. Одан кейін бір сәбіз бен бір пиязды қабығын аршып, сол тұтастай кастрюляға салып, үстіне су құйып, отқа қоямыз. Менде 7 литрлік кастрюля, су сол жартысынан жоғары болды. Енді ет бір қайнағаннан кейін көбігін алып, дәміне қарай тұз салып, отын азайтып, бір 2-2,5 сағаттай баяу отта қайнатып қоямыз. Енді ет 1-1,5 сағат қайнағаннан кейін зажарка дайындауға кірісеміз. Ол үшін пиязды, ысталған және пісірілген колбасаларды ұсақ кубик етіп кесіп аламыз. Мендегі колбасаның 2 сорты да халал колбаса. Сіздер сосиски қосуыңызға болады, ветчина. Енді үйде қандай колбаса бар, соны қосуыңызға бола береді. Егер бір ғана түрі болса, онда сол колбасаның бір түрін де алып салуға болады. Мінекей енді бәрін ұсақтап кесіп болғаннан кейін қиярды дәл осындай ұсақ кубик етіп кесіп аламыз. Мен өзім тұстаған қиярды алдым, өйткені оның рассолы да керек болады бізге. Соңынан біз сол рассолды сорпаға құямыз. Егер сізде өзіңіз жапқан немесе үй жағдайында жасалған тұздалған қияр болмаса, онда дүкендегі қияр жарай береді. Оның рассолы да жарай береді, бірақ дәмін көріңіз, уксусы көп болып кетпесін. Егер уксусы көп болатын болса, дүкендегі қиярдың, онда құймасаңыз да болады. Мінекей қиярды осылай ұсақтап кубик етіп, бәрін біркелкі етіп турап болғаннан кейін отқа табаны қыздырып қоямыз. Табаға кішкене сұйық май құйып, қыздырып, енді қуыруға кірісеміз. Ең әуелі пиязды салып қуырып аламыз, бір 3-4 минуттай. Кішкене түсін өзгерткенше, мінекей түсін өзгертті пияз. Енді колбасаны саламыз үстіне. Бірақ пиязды тұздамаймыз, өйткені колбасаның өзінің тұзы жеткілікті, және артынан қияр саламыз, тұздалған қияр. Мінекей кішкене қуырып алғаннан кейін томат пастасын саламыз. Оны да әбден жақсылап қуырып аламыз. Табаның астындағы от орташадан сәл жоғары болсын, бірақ қатты отта болса, асты күйіп кетеді. Ортадан сәл жоғары. Міне енді қиярды салып, 1-2 минут қуырып алғаннан кейін сүзілген сорпадан құйып, табаның астындағы отты азайтып, қайнатып қоямыз. Енді мен солянка жасағанда картофель саламын. Негізі солянкаға картофель салынбайды, бірақ менің отбасымда осылай картофель салғанды жақсы көреді. Сондықтан мен 3 түйір картофель салдым. Мінекей ет пісті, етті сүзіп алдық. Мен сорпаны да сүзіп алдым. Енді сорпадағы ең әуелі салған пияз бен сәбіздің қажеті жоқ, оны алып тастадым. Мінекей картофельден кейін 1-2 минуттан кейін зажаркамызды салып, ет суығаннан кейін оны ұсақтап турап, оны да салдым. Пресстен өткізілген чеснок, бір дана лавровый лист,
Сосын дәмдеуіштер салып жібердім. Дәміне қарай тұз, кішкене қара бұрыш, сосын құрғақ чеснок та салдым. Өзім ұнататын құрғақ специя салдым. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер. Тіпті салмасаңыз да болады, тек тұзын дәмін көріп тұз саласыздар. Міне енді оливкиді ішіндегі рассолымен сол бір баночка оливкиді салдым. Одан кейін бір баночка маслины, бірақ оның рассолын құйған жоқпын. Енді тұздалған қиярдың рассолын 200 мл-дей. Енді одан азырақ алсаңыз да болады. Оны да құйып жіберіп бір қайнатамыз. Мінекей біздің солянкамыз дайын. Мен отбасыма осылай дайындаймын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады. Берер алдында бір лимон, кішкене көк пияз немесе укроп саласыздар. Қаймақ салып бересіздер отбасыңызға. Ас болсын.